Я достар, спорт біздің ақша потогымызды ашады. Бұл қалай жұмыс жасайды десеңіздер, түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, адам спортпен айналысқанда, жалпы ол жүгірген кезде, немесе жүзумен айналысқан кезде, тауға шыққан кезде ол не істейді? Ол көбінесе денесін қатты сезе бастайды, иә? Әсіресе соңына қарай уже шаршаған кезде ол прям кәдімгідей қол аяғын сезеді. Оның бүкіл фокус вниманиясы оның денесінде болады. Бұл бізге өте пайдалы. Неге? Өйткені көбінесе адамдар мимен өмір сүреді, иә? То есть логикаға көп салынады да, күнделікті ойланамыз, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, да, кейде хаосқа кетіп қаламыз. Әсіресе мына үлкен қалада тұратын адамдарда мына кептеліс көп, ығы-жығы өмір. Сондықтан да осындай жағдайда біз өзімізді естімей қаламыз. Сезімдерімізді, шынайы қалауымызды. Сондықтан да бұның қандай пайдасы бар? Неге дәл осындай состоянияға түскен кезде, басымызды емес денемізді жақсырақ, көбірек сезінген кезде бізде ақша потогы ашылады. Осы сұрақтың жауабын мен видеода айтатын боламын. Ол үшін сіздерге видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал бүгін сіздерге қызмет ететін Адия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Егер айтылған дүние сізге шын мәнінде көңіліңізден шығып жатса, міндетті түрде жылы сөзіңізді немесе уайымдап жүрген, сізді мазалатып жүрген сұрағыңызды жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде күнделікті барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Сонымен бастайық. Енді сіздерге анығырақ түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, егерде адам денесін жақсы сезсе, ал денесін адам спортпен айналысқан кезде жақсы сезеді, және медитация жасаған кезде жақсы сезеді. Тыныштық орнайды іште. Біздің миымыз ақпараттан босайды, яғни дәл осы кезде бізге күшті идеялар келеді. Мысалға, егер бизнес ашайын деп жатсаңыз, бизнесіңізге қатысты түрлі күшті мүмкіндіктер келеді. Өзі тартылыс күші сондай ғой, байқайсыз ба? Адам жеңіл болған сайын, ол өзін қатты бір нәрсеге кіргізіп жібермесе, стресс, депрессия деген сияқты, жаңағы ақша мәселесін көп ойласа, немесе кәдімгі күнделікті тұрмыста тіршілікте кездесетін бір мәселелерге қатты кіріп кетсе, ол баспен кіріп кетеді. Ол мына денесінде сезбейді, ішкі жүрек сезімінде сезбейді, ішін естімейді. Ал бізге ақша қай кезде келеді, Ақша тек қана сен шынайы сезіміңді естіген кезде, және сол қадамға өзіңе, шынайы өзіңе қадам жасай бастаған кезде бізде кәдімгідей ақша мәселесі де шешіледі. Денсаулықпен мәселе болса, денсаулық жақсарады. Қарым-қатынас нашар болса, жолдасыңызбен, әйеліңізбен, сол қарым-қатынас жақсарады. Жұмыста ата-анаңмен, ата-енеңмен деген сияқты мәселелердің бәрі шешіле бастайды. Сондықтан да байқайсыздар ма, мықты миллиардер кісілердің көбісі өзінің жалпы өмірлік графигін, мысалы күнделікті таңғы графигін айтқан кезде олар не істейді? Бірінші жүгіреді, жаңағы дұрыс тамақтанады, олар медитация жасайды, сосын тауға көп шығады. Байқайсыздар ма? Вот даже қазақстандық мықты мысалы Марғұлан ағамызды алсақ та, постоянно мысалға рыбалкаға барады, сондай өзі спортпен айналысады, жүгіреді мысалға, басқа да өте көп мысалдар келтіруге болады. Өздеріңіз былай өзіңіз үшін қарап көріңіздер, Это о чем говорит? Это о том, что адам өзінің денесімен, өзімен айналысқан кезде, өзінің денсаулығына мән берген кезде, ода барлық сфералар дұрыстала бастайды. Енді менде көбінесе тақырып ақша психологиясы болғандықтан, көбісі жаңа ойлайды, ақша психологиясы туралы айтса, сол маман тек ақша психологиясын зерттейді екен деп. Жоқ, просто мен консультация барысында нені түсіндім. Әйелдердің көбісі ақша мәселесі, бір мәселемен келеді, ал түбіне жеткенде бәрі ақшаға тіреледі. Сондықтан да мен YouTube каналымда осы ақша тақырыбын зерттей отырып, маған келген клиенттермен жұмыс істей отырып, басқа сфераларды ақша тақырыбынан бастап, сол тақырыпты аша бастаған кезде ол жерде көп мәселелер, басқа мәселелер шығады. Сондықтан да спорттың ақшаға қатысы өте үлкен. Спорт жалпы бізге қалай айтсам екен, үнемі жинақы болып жүруге, үнемі асықпауға, және біздің графигімізді реттеуге, бастан хаосты алып тастауға көмектеседі. Мен осыдан 2 апта бұрын чакралогия сабағына жазылған болатынмын. Қыздарға алдыңғы видеоларда айттым. Чакра туралы мен қазір өте көп зерттеп жүрмін, психологиядан басқа. Өйткені оның шын мәнінде пайдасы өте көп екен. Және мен түсінген маңызды, осы жақында түсінген нәрсем, қараңыздар.
әйел адам қалай өмір сүру керек және еркек адам қалай өмір сүру керек. Қараңыздар, әйел адамның мына картинаға қарасаңыздар түсінікті болады. Бірінші очередь денесіне мән беру керек екен. Оның денесі неғұрлым спортпен айналса, йога, медитация, осындай көптеген пайдалы нәрселермен айналса, ол өзінің денесін жақсы сезеді. Ал әйел адам бірінші денесін жақсы сезу керек, басқа сфералардың бәрін реттеу үшін. Екінші ол ішкі жан дүниесі, және үшінші, ең кішкентай ол оның миы. Яғни бұл жерде оқыма, дамыма деген сөз емес. Бұл жерде миымызды керек емес ақпараттардан босату, өзімізге тек керегін алу. Ал еркектерде қалай? Еркекте наоборот ақыл көп болу керек. Олар интеллектпен ақша табады. Олар баспен сида. Байқайсыздар ма, еркек адамдарда эмоция көп емес. Әйелдер жылап қалады, тез ренжіп қалады. Еркек адамдар олар всегда за интеллект, за голову. Сондықтан әсіресе ұл бала өсіріп жатсаңыз, прям ақылға көп мән беру керек. Оқуына, дамуына, есте сақтау қабілетін жақсартуына. Содан кейін екінші орында оларда ішкі жан дүниесі, содан кейін барып денесі. То есть бұл жерде еркек адамға спорт керек емес деген сөз емес. Нет, просто олар денесімен сезбейді. Оларға ақша, денсаулық, көп нәрсе именно дене арқылы емес, оларға ақыл арқылы келеді көбінесе. Сол себептен де әсіресе әйелдерге, әсіресе депрессияда болсаңыз, қарызға батып жатсаңыз, ажырасу процесі болып жатыр, әркімде әртүрлі проблема болады. Вот осы кезде сразу займитесь спортом или медитация. Сізге өте жақсы көмектесе бастайды. Мен өмірімнен бір мысал айтып өтейін сіздерге. Мен жалпы мектепте спорттан өте мықты едім. Даже ұлдарды жарыстан прям ұтып кететін жүгіруден. Мен бір уақытта спортты прям забросила. И осы чакралогия келгелі бері мен спортты қолға алдым. И эффект кәдімгідей күшті болғаннан кейін, соны көріп атқаннан кейін маған осы идея келді. Мен сонда таң қалғаным, маған идея қай кезде келеді көбінесе. Маған идея, әсіресе осы YouTube-қа идея, сценарий, тақырып, не айтуым керек осы оқырмандарыма, нені жеткізуім керек деп мен Алладан көбінесе сұраймын медитация кезінде. Және кеше медитацияда отырған кезде мен сценарийді жұма күндері жазамын. Бірақ жұма күндері бір не болмады менде, бір іште бір идея болмады, мен бір жасағым келмеді. Ондай кезде мен өзіме рұқсат беремін, босаңсуға, басқа нәрсе жасауға. Сол кезде кеше мен медитация жасап жатқанда осы идея келді да маған. Өйткені мен өзім спортты қолға ала бастадым, плаванияға осы апта Алла қаласа барамын, және жүгіруді қолға алып жатырмын. Және сол спортты қолға алған кезде шын мәнінде неше түрлі күшті идеялар келетінін түсіндім. Мен бұрын идеяны тек медитациядан алатын. Қазір спорттың көмегі маған тиіп жатыр. Дұрыс тамақтану сонымен қатар, сондықтан да осы ақпаратты сіздерге жеткізгім келіп отырғаны сол болды. Сосын мен байқағаным, адам дұрыс тамақтанған кезде, спортпен айналысқан кезде, өзінің сүйіктісін жасаған кезде, оның денесінде де бір мықты өзгерістер болады. Даже байқайсыздар ма, мысалға, кожамыздың, теріміздің сапалығы, күнделікті шаршамай жүруіміз, ұйқылы болып жүрмеуіміз, осының барлығына қатты әсер етеді. Ал осының барлығы ол біздің ақшамызға әсер етеді. Неге? Өйткені ақша ол энергия. Адамда энергия жоқ болса, оған ақша келмейді. Сол себептен де сен спортпен айналысқанда, дұрыс тамақтанған кезде, сүйіктісіңмен айналысқан кезде, ішкі жан дүниеңді естіп, шынайы қалауыңды жасай бастаған кезде, сен кәдімгідей, қалай айтсам екен, энергия пайда болады сенде, күш пайда болады. Сондықтан да осы нәрсені қолға алсаңыздар, мықты, күшті дәрежеге жетесіздер. Енді қорытындылайтын болсақ, спорт мен ақша потогы қалай байланысты, ол түсінікті болды деген үміттемін. Айта кететін тағы бір нәрсе, қараңыздар, көп адамдар айтады, мен спортты жасайын десем, сол күш қуатым жоқ, енді істейін десем, ала алмаймын сол қолыма, медитация жасайын десем, қолымнан келмейді, расслабиться не могу деп айтып жатады. Енді қараңыздар, неге адам оны қолына ала алмайды? Өйткені это выгодно. Егер мен қазір күшті болып кетсем, мен көп ақша тауып кетемін. Или мен кәдімгідей күшті бір бизнес бастап кетуім мүмкін. Ал адам көп ақшадан қорықса, или жалпы күйеуінен мықты болып кетуден қорықса, ода всегда бір страх болады. Либо мен күйеуім ажыралып кетем, либо мен жақсы келін болмай қалам, либо мен жаман ана болам, өйткені мен бизнесқа кетіп қалам, ақшаға кетіп қалам. Ақша көп тапса мен өзінше болып кетем, или тәкаппар болып кетем деген сияқты қорқыныштар болады. Поэтому біз сол нәрселерді қолға ала алмаймыз. Оның астарында шаршау емес, оның астарында қорқыныш жатыр.
Вот достар, сондықтан да егер қорқыныштарыңызбен блоктарыңызбен жұмыс жасаймын десеңіздер, именно сізде қандай мәселе бар, неге сіз өзіңізді итермелей алмайсыз алға, онда консультацияға келіңіздер. иә Онлайн, офлайн. Мен Алматы қаласында тұрамын. Басқа қалада болсаңыздар онлайн қатысаңыздар болады, тоже хороший результат. Трансформациялық ойын, электронды ақшаға қатысты кітаптар, дамытушы кітаптар, кітапшалар, олар анандай 100 беттік кітаптар емес, бір 10-15 беттен тұратын кітапшалар ғана, бәрі электронды. Бағалары қолжетімді. Авторлық медитация, келіңіздер. Спорт қолға алмай жатсаңыздар, хотя бы 3000 теңгелік медитацияны жасаңыздар, пожалуйста. Мен сіздер үшін аптасына 2 рет 20 минут, мына жерде 15 минут қақсап отырамын да, бірақ результат көргім келеді да кәдімгідей. Өйткені мен андай алу беру заңын білесіздер ғой, ақпаратты алған кезде сол сенің ақпаратыңды қолданып кетіп, жақсы табысқа шығып, сондай бір өмірде күшті болып кеткен адамдарды көп көргім келеді, әсіресе әйелдердің арасында. Сол себептен де егер де ішкі хаостан, бастағы хаостан босайын, өзімді табам, маңызды сұрақтарға жауап табам десеңіздер, авторлық медитация алсаңыздар болады, ютубта медитация қарасаңыздар болады. Енді менікі қазақ тілінде. Вот. Келіңіздер, мен сіздерге әрдайым ашықпын, танысуға, сіздермен араласуға дайынмын. Сонымен қатар алу беру заңын әрдайым айтам, YouTube каналымда егер пайдалы болған ақпарат алсаңыздар, міндетті түрде коммент, лайк басуды ұмытпаңыздар, подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені ол менің күшім, ол менің энергиям, ол менің уақытым. Сондықтан да мен осы сіздерден бір коммент алып атсам, қолдау алып атсам, сондай бір күш қуат аламын да, әрі қарай YouTube-ма одан да күшті дүниелерден. Тіпті сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы достар.